районында өрт қауіпсіздігі жайында сұхбат алғым келді. Сәлеметсіз бе ені? Сәлеметсіз. Өрттен қалай сақтанамыз? Газ плитамен ойнамаймын. Электр құралдарын ұстамау. Сіріңкемен тоқмен ойнамаймын. Енді болашақта кім болу керек? Өрт сөндіруші. Себепті? Өрт өте қауіпті. Болашақта қауіптенген адамдарға көмектесіп, құтқарушы болу керек. Сұхбатыңызға көп рахмет. Сәлеметсіз бе, Айқын? Сәлеметсіз бе, Малик? Өрт болғанда қай нөмірге хабарласасыз? Төсбетке хабарласамыз. Айқын, өрт сөндірудің құралдарына не жатады? Өрт сөндіргіш, күрек, балта, шелек, құм. Өрт болғанда не істеу керек? Тез төбеге хабарласып, бетімізді орамалмен тауып, тез бөлмеден қашып шығу керек. Сәлеметсіз бе, Аяй? Сәлеметсіз бе? Өрт деген не? Өрт бұл адам өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға зиян келтіретін жану үрдісі. Аяй, өрттен қорқасың ба? Иә, өрттен сақ болайық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар!